негізі қолдан шыққан дүние ол ерекше болады. Станоктікі бөлек, қолдікі бөлек. Қолдың өнеріне көз майың тамызасың, ол қанша энергия кетеді. Менің ұстазым Болат Ақмолдаевич айтпақшы, екі дүниені, станокпен жасалған, қолмен жасалған дүниені өзің ұстап көрсең, екеуінде энергетика әртүрлі. Станокпен жасалған суық болып ұсталады, қолмен жасалған ол жылы болып тұрады. Әр қыртысы, сол жердегі бір ойылып қалған жерлері, соның барлығы ерекше болып, қайталанбас дүние болады да. Іңкәр, жас зергер. Бала жастан қолөнерге қызықты. Атасы темірден түйін түйіп, ағаштан ойы ойған ұста болған. Соны көріп көкейіне түйіп өскен. Асылы зергерлікпен ер азаматтар айналысады. Атасының ұстаханасынан шықпайтын қыз балаға бұл өнер тәлім мен тәрбие арқылы жұққан. Сондықтан бұл кәсіпті ерлерге тән жұмыс деп қараған жоқ. Алматыдағы жоғарғы оқу орындарының бірінде қолданбалы өнер мамандығы бойынша білім алды. Көңіліндегі көп суретті зергерлік өнерге салуды мақсат етті. Колледж кезінде осы мамандыққа, өнер мамандығы, қолөнер мамандығына түскім келді. Бірақ үйдің, жанұяның айтуы бойынша қиын болады деп кішкене өзімді басқа мамандыққа қарай, суретшілік мамандыққа қарай аударды. Бірақ өсе келе кішкене университетке түсетін кезде өзім ойланып, жүрегіме жақын болғаны осы болды. Бірінші себепті ойлаймын, өзімнің атам әрқашан ауылға демалысқа барған кезде есік алда бірдеңе жұмыс істеп, қашап, шауып, сандықтарды жасап, сыртын ойып, оны түртпемен түртіп дегендей сондай жерлері өте қызықты болды. Білмеймін, өзім кішкентай кезімнен солар есімде қалған балалық шақтан. Мүмкін сол да әсер еткен шығар деп ойлаймын. Ал енді қыз балаға қиын деуге мүмкін болмас, бірақ қыз балаға ең қиыны бір жерде орында отыру деп ойлаймын. Себебі әйел адам өзінің физиологиясы бойынша жан-жақты адам, бірдеңе істеп отырса да басқа нәрсені ойлап отырады, ал зергерлік жұмыста бір жерде отыру керек. Тек қана сол зергер нәрсені ойлау керек. Сол жері қиындау деп ойлаймын, қалғаны бір қиындыққа жатады деп ойламаймын. Ұлттық өнерге деген сүйіспеншілік әжесінен де дарыпты. Содан болар әжесінен қалған мынау жәдігер қапсырманы бойтұмардай сақтап жүр. Қолымдағы жәдігер өзімнің әжемнен қалған қапсырма болады. Бұл қапсырма 20 ғасырдың орталарында жасалған қапсырма. Сол кездегі шеберлердің шыңы деп есептеймін. Өткені қазіргі күнге дейін сақталып келіп бізге мұра ретінде қалды. Бұл қапсырма біз үшін өте құнды есептелінеді. Осыны өзіме үлгі тұтып, осындай деңгейге жетуге тырысып бағудамын. Күннен күнге өзімнің шеберлігімді арттыру үшін көз майымды тамызып жұмыс істеудемін. Енді бастап жатқан жас қолөнерші болғандықтан әлі белестерім әлі алда. Негізгі осы алда үйренгім келетіндер ол табиғи материалдардың бәрін меңгеру. Оның ішінде тері болсын, мүйіз болсын, сүйек болсын, ағаш болсын, соларды дамытып әлемдік деңгейге жеткізу. Зергерлік өнер атадан балаға мирас болып биік өреге жетті. Бұған дәлел қазба кезінде табылған көне жәдігерлер. Алтын мен күмістен жасалған талай бағалы дүние музейлерде сақталған. Олар тарихтың асыл қазынасындай көрінеді бізге. Сақ дәуірінде әшекейлер тек саф алтыннан қойылған. Ал мемлекеттік мұражайлардағы зергерлік бұйымдар қазақ қолөнерінің айнасы. Өйткені музейлерде сақталған әшекейлік заттардың бәрі қолдан жасалған. Шебердің тынымсыз еңбегімен көз майының жемісі. Зергерлік бұйымдардың қалыптасу тарихы тамыры өте терең. Осы мыс дәуірін игерген кезеңнен бастап әшекей бұйымдар пайда бола бастады. Яғни адамдар табиғаттағы
мысты, қалайыны, қоланы, темірді балқытып, одан тек тұрмыстық бұйымдар ғана жасаған жоқ, одан өздеріне әшекейлік бұйымдарды жасай бастады. Ал енді әшекей бұйымдарды жасауды игеру бұл халықтың эстетикалық талғамының өскендігін, бұл өркениетке ұмтылғандығын көрсетеді. Әшекей бұйымдар көбіне күмістен жасалады. Күмістің қасиеті ерекше. Бағзы заманда халқымыз оның адам ағзасына пайдалы екенін біліп, күміс ыдыстан тамақ ішіп, күміс әшекей тағып, дүниеге келген нәрестені күміс теңге салынған суға шомылдырған. Сондықтан ісмерлер күмісті молынан қолданды. Қыздың сырғасынан тартып шашпау, өңір жиек, белбеу, барлық әшекей осы ақ темірден соғылады. Ерекше төзім мен нәзіктікті талап ететін зергерлік өнердің шыңы. Сақтар дәуірінде негізінен зергерлік бұйымдар бірыңғай алтыннан жасалса, ислам дінінің келгеннен кейін қазақ даласында зергерлік бұйымдар негізінен күмістен жасала бастады. Бұл күмістің қасиетіне деген сенімнің жоғары болуы, күмістің таза деп қарауы осы ислам дінінен кейін өте кең қолданыста болды. Археологиялық бұйымдарға қарасақ, сақтардың кезінде негізінен алтын бұйымдар өте көп жасалған. Қола дәуірінде әрине айтып тұрғандай негізінен зергерлік бұйымдар ол қоладан соғылды. Ал күмістен соғылып, көбінесе ол қолда бар болса алтынмен аптала бастады. Алтынмен аптау деген ол күмістен жасалып, бұйым күмістің бетіне алтынды отырғызу. Алтынмен аптау, күміспен қақтау деген сөз бар. Ал енді күміспен қақтау деген сөз ол темірден жасалған бұйымдарға. Күміспен қақталған негізінен белдіктерде көп кездеседі. Зергер әшекейлерін темірден соғып, оның бетіне күмісті қақтап отырғызған. Зергерлік қандай өнер? Этнографтар бұған ойланбай бекзат өнер деп жауап береді. Неліктен? Өйткені зергер атану екінің бірінің қолынан келе бермейтін шеберліктің биік белесі. Бұл өнер көңілдің суретін, көздің майын тауысатын жан кешті жұмыс. Төзімділік пен зергердің бойында ұлттық өнерге деген жанашырлық болмаса, кәсіби шебер болу қиын. Байырғы қазақ қоғамында ұстаның орны бөлек тұғын. Бір ауылды бір зергер асыраған кездерде болған. Ал бір шеберге бүкіл ауыл жастары көмектесіп, қолғанат болатын салт дәстүр, өнер сабақтастығы бар. Ұстаның көрігін басу ол адамдарға сауап болған. Өздері сұранып келіп, ұстаның зергердің көрігін басуға сұранып келетін адамдар болған. Ал енді зергердің еңбегіне күншілік жерден келіп тапсырыс берген. Тіпті қажет болған жағдайда зергерді бүкіл бұйымдарымен, яғни ұсталық бұйым дейді ғой, заттарды жасайтын бұйымдарымен бірге үйіне алдырып, айлап, қонақ қылып күтіп тапсырыс берген. Зергерлер зергерлік бұйым жасайтын еңбек құралдарын талыс деген дорбаға салған. Талыс деген дорбаны ол баспақтың бас терісін бүтін сыдырып, содан жасаған. Тапсырыс беруші егер өзінің үйіне алдырған жағдайда осы еңбек бұйымдарын талысқа салып алып барған. Сосын зергердің дүкенде тұратын көрігі болған, және де тапсырыс берушінің үйіне таситын қол көрігі де болған. Зергерлік бұйымдардың бәрі ұзақ жылдардың сүзгісінен өтіп екшеліп жасалған. Оған түсетін ою өрнек те ойсыз салынбайды. Қыз әшекейіндегі өрнектер нәзік болса, жасамыс әйелдердің жәдігерінде гүлдесте аз, ірі оюлар басым келеді. Зергердің қолынан шыққан әрбір жәдігер бірін-бірі қайталамайды. Және әрбір әшекейдің мән мағынасы бір-біріне ұқсамайды. Зер салып жасалған зергерлік өнердің құндылығы осында. Қазақ халқының ер адамдар болсын, әйел адамдар болсын, әртүрлі жастағы жастық ерекшеліктерге қарап бөлетін болсақ, барлық кезеңдегі жаста бір белгілі бір қолданған әшекейлік бұйымдар болды. Енді біз әшекейлік бұйымдарды тек қана әйелдер тақты десек қателесеміз, ерлердің де әшекейлік бұйымдар болды. Зергердің ер адамдарға да арнап соққан бұйымдар болды. Ол ер адамдардың қолында жүретін балдақ жүзік.
хандардың, билердің, сұлтандардың қолында мөрлі жүзік болған. Яғни олардың белгілі бір құжатты, жарлығын растайтын мөрлері олардың қолында жүзік түрінде жүрген. Ал енді сондай мөрлі жүзікті зергерлер тапсырысқа қарай соққан. Ер адамдардың белдіктері, кемер белдік, тегмент белдік. Қазақ халқында кемер белдік, белге сән, кемерлі ер, елге сән деген мақал бар. Яғни ер адамдардың белінде міндетті түрде кемер белдік, ал енді мынау билік жүйесіндегі сұлтан, ел басқарған адамдардың шапанның сыртында тегмент белдік болған. Зер қадірін зергер білер деген сөзді біз енді түсінгендейміз. Шебердің қолынан шыққан әрбір әшекей бұйымның қандай еңбекпен жасалатын ұстадан артық ешкім түсінбес. Сондықтан халық зергердің бұйымын қашан да жоғары бағалаған. Қолөнер адам баласының көркемдік пен нәзіктікке деген құштарлығын паш етеді. Ал енді қыз баланың зергерлік бұйымдары кішкентай қыз баланыкі аз болатын болса, себебі ол жеңіл болу керек қой, баланың салмағына қарай. Ал енді қыз бала өсіп бойжеткен сайын оның зергерлік бұйымдарының да салмағы арта бастады, және де оның жасалу технологиясы да жоғары бола бастады. Кеуде әшекейінің өзінің бірнеше түрі бар. Ол тұмар, алқа, өңір жиек. Тұмардың өзінің бірнеше түрі болды. Үкі аяқ деген тұмардың түрі болды. Үкі аяқ деген атына қарай, ол үкі аяқ қалыппен жасалып, оның ішіне үкінің тырнағы салынған міндетті түрде. Ал өңір жиек, бұл да кеуде әшекейі. Өңір жиек кеуде әшекейінің ішіндегі ең қымбаты. Себебі ол әйел адамның мойнынан кіндікке дейінгі аралықты төл жауып тұратын болған. Ал енді өңір жиектің салмағының өзі 3 килодан 6 килоға дейін артқан. Өңір жиектің ортасы қуыс болған, және де қуыс болғаннан кейін ол майысып жапырылып қалмас үшін ішіне балшық толтырған бұрынғы кезде. Ал енді қазіргі кезеңдегі зергерлер балшық толтырмайды, оның ішіне күміс таяқшалар салып, күмісте жасарған пластинкалар салып көтереді. Ал енді осындай салмақты кеуде әшекейін таққан қыз міндетті түрде бұрымына шолпы таққан. Шолпының да салмағы 3 килодан 6 килоға дейін жеткен. Екі бұрымы қыз баланың шолпысыз болмаған. Себебі ол да бір жағынан наным сеніммен байланысты, екінші әсемдік талғаммен байланысты. Наным сеніммен байланысты дейтінім, қазақ халқы әйел адамның жанының бір ұшы шашында мекендейді деп, шашын әшекейсіз қоймаған бұрымды. Сөйтіп әшекей тағу арқылы олар әртүрлі жаңағы тіл көзден сақтанған. Ал екіншіден ол эстетикалық талғамды көрсетеді. Сыңғырлаған күлкісі, сылдырлаған шолпысы деген қазақтағы сөз осымен байланысты. Кеудеге де әшекей тағып, шашқа да шолпы таққан жағдайда ол тепе-теңдік сақталып, өздігінен қыз бала тіп-тік болып жүретін болған. Қазақ халқы жалпы қыз баланы үлдемен бүлдеге орап өсірген, қолдан келсе. Қазіргі кезде көптеген адамдар оюды шатастырады. Себебі әр оюдың өзінің бір жанры бар. Тұрмыстық жанр, немесе бишілік, әншілік болсын, қыз бала, жас өспірім, үлкен кісі, әйел адам деген сияқты. Мысалы, қошқар мүйізді келетті қыз баланың құлағына іліп қояды. Ол өте дұрыс емес, себебі қошқар мүйізді ол тұрмыстық салтта,
қой бағушылықта сондайда қолданған нәрселер болып істелінеді. А қыз балаға өсімдік, гүлдер, мысалы, соларды қолданған болатын. Киімнің оюы мен әшекей бұйымның оюы бір-біріне үйлеспейді. Зергерлік бұйым ойсыз, мән мағынасы жасалмайды. Әрбір жәдігердің айтар ойы, беретін мағынасы бар. Мәселен, құс тұмсық жүзікті алайық. Бұл қыздар тағатын сақинаның бір түрі. Оның рәміздік мәні құстай ерікті, өз еркі өзінде деген сөз. Құс тұмсық жүзік қыздың басы бос екенін білдіреді. Қазақ салты бойынша тұрмысқа шыққаннан кейін төркін жағы құс тұмсықты қыздың киімдеріне қосып жіберетін болған. Қыздың інілері мен сіңлілері жағдайын білуге келгенде қыз жүзікті төркініне қайтарса, ол оның жағдайының жақсы екенін білдіреді. Қыздың анасы қызының хабарын алып қуанып, ауыл аймағын қонаққа шақырып, құс тұмсықты көрсеткен. Бүгін жасағаным сырға, күнделікті тұрмыста қолданылатын сырға деп есептеймін. Оларға латунь металл мен күмісті араластырдым. Себебі қазіргі дизайн жасаған себебім қазір қатты бір шималанған, оюланған бұйымдар өте кішкене мода деймі, сода сәннен шығып кетті да. Қазір модерн, кішкене минимализмді көптеп қолданады. Негізгі қазақ ұлтының өнерінде әшекей бұйымдар бас тұсы, кеуде тұсы, бел тұсы және аяққа да кетеді. Қыз бала басқа әшекей таққан, шашпауының өзі ерекше болған. Қыз бала екені сырғасынан ақ көруге болатын болған. Ал әйел адамдікі, жаңадан тұрмысқа шыққан әйел адамдікі, ол басқаша ай сырға дейді, сондай қылып бөлінетін болған. Ол орта жасқа келген әйел кісінікі, өмірді сүрген, бала шағасы бар деген мағынада білдіретін болған. Ал үлкен кісілер, олар сырға тақпай, кимешек тағып, қолдарына құдағи жүзіктерін тағып, өздерін білезіктерін тағып жүретін болған. Әр жәдігердің өзіне тән мәні, тарихы болады. Құс тұмсық сияқты ерекше маңызы бар бір әшекей құдағи жүзік деп аталады. Бұл қос саусаққа бірдей киілетін, үсті шаңырақ тәрізді, жалпақ, беті көлемді, күмбезді әшекей. Жарқыраған ашық түсті күмбезге екі жерден шаңыраққа ұқсас өрнек немесе үш бұрышты дөңгелек пішін салынады. Жүзіктің ортасынан бөліп тұратын арқалығы ұрпақ жалғастығын білдіреді. Астында екі саусаққа қатар киілетін қос бауыры болады. Бұл құдаласқан екі жақтың татулығының нышаны. Екі елдің баласы тіл табысы бір шаңырақ көтеріп, бір әулетке айналып дегенді білдіреді. Ал жүзіктің төрт саусақты тұтас жауып тұруы береке бірліктің нышаны. Қазақ халқы өзінің өз ішінен шыққан шеберлерді өте жоғары бағалаған, құрмет тұтқан. Ұсталар мен зергерлердің бұйым соғатын шеберханасы дүкен деп аталған. Және де қазақ халқында дүкен майлау деген ғұрып болған. Яғни зергердің мына қолы жүре берсін, зергердің дүкенінен таңдаулы заттар шыға берсін деген ғұрыппен шынымен де мына дүкеннің босағасын майлайтын болған, дүкеннің босағасына май жағатын болған. Ұста мен зергердің кесімді еңбек ақысы болмаған. Ұста мен зергер өздерінің жасаған бұйымына, мінекей менің бұйымым мұнша тұрады деп өздері баға қоймаған. Оны халық бағалаған. Халық әрине жоғары бағалаған. Зергердің, ұстаның еңбегі көбінесе халық арасында көз майы деп аталады. Мінекей көз майың деп негізінен айырбас бұйымдар. Мысалы мал, мүлік, егіншілер болса, отырықшылық айналысады, егіншілер болса астық, малшылар мал беріп отырған. Бүгінгі күнге дейін ата-бабадан қалған асыл мұраға деген қызығушылық пен ықылас сонау ғасырлардан бері өзектілігін жойған жоқ. Ұлттық болмысымыз бен ерекшелігімізді айқындап тұрады. Қазақ елін әлем жұртына таныстыруда атадан балаға мирас болып келе жатқан қолөнер туындыларының үлесі қомақты. Ал осы саф өнерден қалған салт дәстүрді қаншалықты ұстанамыз? Көз майы туралы айтып өттік. Ал жәдігер өнердің бұдан басқа да ел ішінде сақталған әдет ғұрыптары баршылық. Егер зергер бұл дүниеден өтіп жатса, одан әрмен қарай балалары бұзбай, ұрпақтары бұзбай дүкенді сақтап отырған. Ал енді дүкенде егер әрмен қарай бала шағасының бірі зергерлікті ұстамай сол дүкен бос қалатын болса, дүкеннің терезесі сынық деп айтқан.
бір мысал ретінде айтайын, Сырдарияның төменгі ағысында Тоқпан ұста деген атақты ұста болған зергер. Сол зергердің ұстаған бұйымын, дүкенін балалары бұзбай әлі күнге дейін сақтап отыр. Сол Сырдария ауданының Сәкен Сейфуллин деген ауылында Әбдікәрім ұста деген ұста болған. Сол Әбдікәрім ұстаның көрігін бала шағасы әлі күнге дейін сақтап отыр. Ол ұстаның дүкені жоқ, дүкені қазір сақталмаған, бірақ көрігін бала шағасы сақтап отыр. Үлкен ол нар көрік, темірден темір балқытқан. Қазақ халқында көріктің аузынан су ішу деген ырым бар. Ол адамның тамағы ауырған кезеңде, әртүрлі мына суық тиіп, тамағы таңдайы көтерілген жағдайда сол ұстаның көрігінің аузынан су ішеді. Суды ожаумен көріктің жоғарғы жағынан қойып, көріктің аузынан су өтіп, оны қайттан басқа ыдысқа құйып алады да, соныменен су ішеді. Оны көріктің аузынан су ішеді. Ол тамақ ауырған ауруларға ем. Төл өнер халқымыздың мақтанышы. Бұл дала дәстүрінің зерлі жіппен тігілген күміс кестесі, бабадан қалған асыл қазына. Ал мұндай ұлы өнерді ұмытпау бүгінгі ұрпақтың, жас сергерлердің міндеті. Рухани жаңғыру бағдарламасы озық дәстүрді жаңғырту мен ұлықтауды көздейді. Атадан балаға жалғасып келе жатқан ұлық өнердің өрісі кеңейіп, көсегесі көгере берсін дегіміз келеді. Менің арманым ұстаз болу, шәкірт тәрбиелеу, өзімнің ұстаздарымдай деңгейге жетіп, қазақ халқының өнерін дамытып, бір өнердің жолында бір өз орнымды табу.